Dünyada 4 күнә бар. 4 күнәнің күнә көп, соның ішінде 4 күнәнің жазасын Аллах Таала пендеге bu дүниеде де көрсетеді, қияметте де көрсетеді. Bu дүниеде де көрсетеді, қияметте де көрсетеді. Соның біріншісі ата-анасына қол көтеріп, ата-анасын ренжітіп, ата-анасының айтқанын орындамағандар. Балалар ата-анасын ренжіткендер, сендердің балаларың сені ренжітіп, сені сондай боздатып, жылатпайынша, сен бұл дүниеден кетпейсің, жатасың, іріп-шіріп. Ата-анаң істеген алдыңа келу керек. Сол кезде ғана кетесің сен бұл өмірде. Екіншісі, мұсылман қызды алдап, екіқабат қып, немесе бұзып тастап кеткендер, тура сондай қорлық көріп, сондай ұятсыз болып сенің қызыңды, сенің қарындасыңды солай қылып тастамайынша, сен бұл дүниеден кетпейсің. Сенің қызыңды да ертең біреу зорлап тастап кетеді, сол кезде сен сотқа, милицияға бармай-ақ қой. Охо, мен баяғыда осыны істеп едім, сол маған келген жауап екен ғой, деп күтіп жүр. Асықпа. Аллах, сен соны істедің ба? Аллах Тағала уәде берді саған. Асықпа, көрсетемін мен саған. Қайтарамын мен саған. Сондықтан олай істемеңіз. Үйленетін ойың болса, нақты сонда барып қана сөйлесу керек. Аты жоқ, жөні жоқ, біреудің қызының басын қатырмау керек. Бұл екі. Үшіншісі, жетімнің ақысына қол жұмсағандар, сенің балаң немерен жетім қалмайынша сүмірейіп, сонда күй кешесің сенде. Біреуге телміріп қалады. Соны көресің көзіңмен. Үш. Төртіншісі Рамазан. Рамазан айында ораза ұстамаған, себепсіз, ауру жоқ, қызметін сылтауратады, өкіметпін дейді, министрмін дейді, басқамын дейді, сол ораза ұстамаған адам жұмысым ауыр деп. Ауыр емес оның жұмысы. Баяғыда тас көтеріп жүрген ешкім жоқ. Баяғыда бір қызметкер маған айтып еді, Молдек, ораза ұстаңызсың, мен Молдек ұстайтын, бірақ жұмысым ауыр дейді. Сонымен Аллах акбар 3 күнде жұмыстан түсіп қалды. Сонымен айтып, Құдай қабыл қылып, сен ораза ұстаңсың деп сұрап қойды, сен жақсы болды. Енді жұмысын жетіп шығар дедім. Сен өйтіп айтып қалсаңшы. Енді рас па, сен өзің айттың ғой. Менің жұмысым ауыр дедім ораза кезінде. Алла Тағала сол жұмысы жеңіл болса, сен жұмыстан лақтырып жіберді. Жеңіл болсын, міне саған ұстай береді.